Барша Сарбал арнасының көрермендеріне кезекті шығарылымды ұсынамыз. Арнамызға тіркеліп, қане 2000 лайкты жинап тастайықшы. Алда план побега фильмінің шолуын тамашалайтын боласыздар. Олай болса кеттік. Фильм аса бір үлкен әрі кірген адам шықпайтын Колорадо түрмесінен бастау алады. Мұнда қамалғандардың бірі Рэй Бреслинге достарының бірі келіп, саған Джекс шабуылдайын деп жатыр деп ескертіп дайындал дегендей айтып кетеді. Келесі күні таңертең айтқанындай Рейге Джекс адамдармен бірге шабуылдайды. Бірақ Рей өзінікін жібермей, бір-екі ударын беріп жеңіп шығады. Бірақ Рейдің осындай бір бұзақылыққа қатысып, мұнда шу шығарғаны үшін оны жазалау ретінде терезесі жоқ, тек әжетханасы ғана бар бөлмеге қамап қояды. Оның үстіне үнемі төбесінен камерамен қарап тұратын күзетшісі де бар. Бір қызығы ішке өзімен бірге тек қана кітапхана алып кіруге болады. Рей болса құр отырмай қашу жоспарын жасай бастайды. Көзімен түрменің осал тұсын зерттеп, оның өрт сөндіру көлігінің тұсында екендігін анықтайды. Және бұл жігіт осында жүрген күзетшілердің қай уақытта алмасып, қай уақытта темекі шегуге кететіндігін де байқап біліп алады. Осы арқылы қай уақыт қашуға ыңғайлы екендігін ойластырады. Ал Рей өзінің шыққаннан соң түрме сыртындағы әріптестеріне белгі ретінде хат жазып, оны өз адамдарынан басқа ешкім оқи алмайтындай етеді. Күзетшілер темекі шегуге кеткен кезде Рей терезеден қолын шығарып, кодты енгізсе, кейін вентиляция арқылы бұл жерден шыға бастайды. Ал оның командасы түрменің сыртындағы көлік тұрағында жарылыс ұйымдастырады. Тиісінше мұндағы өртті сөндіруге өрт сөндірушілер келеді. Ал Рей деген пысық жігітіміз жаңағы жерден қашып, ендігіде өрт сөндіргіш көліктің астында ілініп алған екен. Көлік түрме сыртына шыққан соң бұл жердегі өз командасына барады. Рейдің командасы Абигейл атты қызбен Хейш атты ұлдан жасақталған. Оның командасы Рейдің телефон соғу жеріне жібергенде, оны полицейлер қоршап алады, ал мұнда келген Лестер Кларк олармен келісіп Рейді босатып алады. Кейіннен Рей мен Кларк жаңағы түрменің бастығымен кездесу үстінде. Бұл екеуінің өздерін Брестон Кларк компаниясының басшыларымыз деп таныстырып, түрменің қауіпсіздігі мен қаншалықты қорғалғандығын тексерушіміз дейді. Рейдің өзіне анықтама бере кетсек, ол бизнесмен және әр түрлі түрмелерге түсіп кейін сол жерден қашады. Яғни осы арқылы ол жердің осал тұстарын анықтама түрінде басшыларына хабарлайды екен. Ал түрме басшысы болса, оның бұл өнеріне таң қалып, келесіде бұл жердің барлығында, осал тұстарының барлығында жөндейтіндігін айтады. Келесі күні Рей өзінің офисіне келеді. Онда бармағалы 5 айдан аса уақыт өткен болатын. Себебі ол түрмеде уақыт өткізді. Келе сала Хейштің бас қатырғыш ойын шешеді. Ал оның серіктесі Кларк ЦРУ басшысы мен Рейдің арасында кездесу жасаған екен. Мұнда келген ЦРУ өкілі Джессика оған ерекше ұсыныс тастайды. Ол заңсыз әрі нағыз оңбағандар жиналған түрмеге барып, сол жақты тесттен өткізіп қашуы керек. Ал ерекшесі, оның қай түрмеге қамалғандығын командасы білмеу керек. Солай ол жалғыз қашады. Ал ақысына $2 миллион ұсынады. Енді ғана түрмеден шыққан Рей нақты жауап бере алмай отырған кезде жандағы әріптесі Кларк оған келісуді ұсынған соң барып қана келіседі. Олар түрмеге жібермес бұрын Рейге жаңа төлқұжатын жасатады. Испаниялық террорист Антонио Партас есімін алған соң Рейді белгісіз адамдар ұйықтатып ұрлап алып кетеді. Жоспар бойынша бұл заттар болмаған еді. Есін жиса батырымыз Рей жан-жағы әйнектермен қоршалған біртүрлі бір бұрышта бөлмеде жатыр. Ал оның айналасында бақылап тұрған камералар толы. Негізінен бұл жерде қамалып жатқан тек қана Рей ғана емес, біраз адам осы жігіттің де бөлмеде қамалған. Кейіннен Рей мен түрме басшысы Хоббс атты жігіт кездеседі. Рей осыны естіп таңырқайды. Себебі оның қамалатын түрмесінің басшысының есімі Марш болуы тиіс болатын. Мұндағы Роджерге Марш қайда деп сұрап еді, Хоббстың жауабы мұнда ешқандай да Марш жоқ дейді. Тиісінше қандай да бір қателік кеткенін білген Рей өзін босататын апаттық жағдайдағы құпия сөзді айтады. Ал Хоббс оның сөздеріне күліп тұрады да мұнда мәңгі отырасынып кетіп қалады. Рейдің командасы Абигейл мен Хейш барлық күштерін жинап Рейді табуға көшеді. Түрмедегі жазасын өтеушілерді Вавилон атты аймаққа шығарып серуендетеді екен. Ал түрме күзетшілері бірдей маска таққан. Оның үстіне олардың мұндағы адамдарды ұруға рұқсаты бар. Осы жерде қарап жүрген Рейдің жанында Эмиль атты адам келіп, өзіңді өзің жазғыра берме деп ақылын айтады. Эмильдің айтуынша ол ешқандай да қылмыс жасамаған, бар кінәсі өзі жұмыс жасайтын Монхайн атты бастығын сырын ашуы мүмкін екен. Рей болса бұл түрмеге тек қылмыс жасағандар ғана емес, ақша беріп арнайы тапсырыспен отырғызғандар да бар екен біледі. Рей болса осы түрменің Картер бөлмесін зерттегісі келетінін Эмильге айтады. Ал онда түсу үшін төбелесу керек екен. Сондықтан екеуі қарап тұрмай плотно төбелесіп кетеді. Кейін бұл екеуінің төбелесін камерадан көрген күзетшілер оларды жоспарлағандай Картерге жабады. Онда қамалған соң өте жоғары деңгейдегі прожекторды жағу арқылы Рейдің көзін ашытады.
Бұл екеуі де жоғарыдағы камера арқылы күзетшілер бақылап отыр. Онда өткізген бір күннен соң Рейдің денсаулығын тексеруге дәрігерге келеді. Оның түріне қарап Рейге жан ашып отырғандығын байқағанымен Рейдің бұл түрменің қайда орналасқандығын сұраған кезде сұрағаны үндемеген күйі жауап бермей қояды. Жазалау бөлмесіне шыққан соң Рей онда отырып қолмен қабырға мен еденді ұстау арқылы ол жердің металдан әрі оның артынан соққан дымқыл ауаның көмегімен онда бос кеңістіктің бар екендігін анықтайды және жаңағы металды ашуды жоспарлайды. Сол себепті Эмильден металл ашқыш сұратады. Келесі күні түрме басшысы мен Эмильдің жолығуында Хоббс оның бастығы Монхайм жайлы ақпарат беруін айтады. Ал Эмиль келіспей ақыр соңында түрме әскерлерінен жазаланып, аузына су толтырылады. Күзетшілер оны мазақ етіп тұрғанда, олар үстел астында жатқан металл қабырғаны ашуға болатын құралды байқатпай алып кетеді. Кейін бұл қызмет үшін ол қашу жоспарын айтуын сұрайды. Рей түрменің ішкі құрылымын зерттеп, нәтижесінде бұл түрменің жер астында орналасқандығын анықтайды. Егер ол металл қабырғаны ашса, онда ол әрі қарай жоғарыға шыға алатындығын айтады. Эмиль жоспарды толық түсініп, онымен бірге қашуды ойлайды. Сондықтан да қайта Картерге түсу үшін бұл жерде ұлан асыр төбелес басталады. Кейін онда түскен соң Рей камераға байқатпай металды шешіп алып, сосын Эмильге камерада тұрған күзетшілердің назарын аударту үшін белгі береді. Ал Эмиль айқайлап оларды өзіне қаратады. Сол уақытта Рей аузына қыстырып әкелген дәретхананың қағазымен камераның бетін жауып тастайды. Әйтеуір дегенде вентиляцияға түсіп үлгереді. Жоғарыға қарай көтерілу кезінде байқамай токты жұлып алады. Соның кесірінен ол отырған Картер суға тола бастайды. Ал жоғарыға шықса, бұл түрменің кемеде орналасқандығын көріп шок болады. Енді қайта артқа қарай қайту керек. Су толған аймақпен өтіп, өзінің су басқан Картеріне оралған кезде, оны күзетшілер су басуына байланысты алып кетеді. Абигейл мен Хэш Рейді іздестіріп жатыр. Джессика болса оның жасырылған түрмесін келісімшарт бойынша жасырын ұстау керек деп айтпай қояды. Осы жайлы Лестермен де сөйлесіп көрген еді, ол Рей өз жұмысын жасап жатыр, ол жайлы уайымдамаңдар деп қысқа ғана қайрады. Кейін олар кеткеннен кейін түрме басшысы Хоббс хабарласып, Рейді мүлде босатпай өмірінің соңына дейін ұстауды тапсырады. Осының барлығында Лестер ойластырған екен. Осылай ол Рейден құтылып компанияны өзіне алып қалатын болған. Хэш пен Абигейл болса берілмей құпия түрмені табады. Бұл Рей отырған түрме болатын. Оның кескінін алғанымен бұл түрменің нақты орнын таба алмайды. Бұл уақытта Рей мен Эмиль түрме күзетшілерінің жүріс-тұрысын бақылайды. Ендігіде қалған жұмыс түрменің нақтылай айтсақ кеменің бара жатқан бағытын анықтау еді. Ол үшін ол доктордан жол бағдар сұрау үшін құралдарын сұрайды. Бірақ ол айтпай қояды. Кейін құлап сол сәтте керекті құралдардың барлығында ұрлап алып, жол бағдар жасап шығады. Бірақ онымен бағытты анықтау үшін ашық аспанға шығып, жұлдызды қарап анықтау керек болатын. Сол себепті мұндағы мұсылман қылмыскерлер Авридидан көмек сұрайды. Авриди болса түрме басшысы Хоббспен кездесіп, Рей мен Эмильдің қашу жоспарын жасап жүргендігін айтып береді. Ал бұл ақпараттың қайтым ретінде кеменің үстіне шығып, ашық аспан астында құлшылық етуді сұрайды. Оның ара мақсатта емес екенін түсінген Хоббс рұқсат береді. Ал Авриди кеме үстіне шығып, жол бағдарымен анықтау арқылы олардың қазір Марокко жанында келе жатқанын біледі. Ал Марокко жанында кетіп бара жатырмыз дегенді естіген Эмиль онда таныс адам бар екендігін айтып, оны көмекке шақыруды айтады. Оған көмекке хат жіберу үшін Рей қайта докторға келіп, бұл жолы оны көндіреді. Доктор өзінің компьютерін қолданып, оның танысына хат жібереді. Ертеңге қашуға дайындық басталды. Авриди болса Хоббспен кездесіп, бүгін Рей мен Эмиль А бөлікте болып, сонда қашады деп жалған ақпарат береді. Осыны естіген директор барлық жауынгерлерді А бөлігіне жібереді. Осының арқасында Вавилон бекетінде екі ғана күзетші қалады. Рей керек кезде дау шығарып, бұл жердің астан кестеңін шығарып көтеріліс жасайды. Барлығы қырылып жатқан кезде Рей, Авриди, Эмиль сат арқылы палубаға асығып бара жатыр. Директор өзінің аузынан қайтып алдап кеткен түсінген соң, барлық шығатын есіктердің барлығында жабуды бұйырады. Осы себепті қашқындар палубаға кіріп үлгермей қалады. Эмильдің досы болса, кемеге тікұшақпен жеткен екен. Ал бұл уақытта кеменің ішкі бөлігінде күзетшілер мен қашқындар арасында атыс орын алып, Авриди жараланады. Рей Эмильден Авридиға қарап қалуын, ал өзінің басқа шығатын есікті іздеп келетіндігін айтады. Кейін Авриди Эмильден пистолет беріп кете беруін айтады. Авриди болса қолындағы қарумен күзетшімен атысып оққа ұшады. Кейіннен Рей кемедегі электр жарығын өшіреді. Сол арқылы Эмиль палубаға көтеріліп үлгереді. Онда да күзетшілерден біраз атысып, өзі тікұшаққа отырып үлгереді. Рей болса кеменің артық заттарды тастау бөлігінде қыстырылып қалады. Ал кейін бақытына орай оны кеме сыртқа қарай лақтырып судан шығарады. Тікұшақтағы Эмиль мұны көтеріп алып кете бергенде Рей газ бөшкесін атып, сонда жарылыс жасап, Хоббстан құтылып кетеді. Тікұшақ бұларды жағаға тастайды. Ал келген машинаның ішінен шыққан Джессика Эмильді әке деп атайды.
Ал жаңаға Манхайн деген кісіміз Эмиль екен. Джессика бұл Рейді түрмеге әкесін құтқарып алып шығу үшін жіберген екен. Ал осы жағдайларды пайдаланған Лестер түрме басшысы арқылы Рейдің көзін құртқысы келген. Оралған Рейге Абигейл Кларктың ақшасын барлығында алып кеткендігін айтады. Ал Рейдің бостандықта екенін естіген Кларк Флоридаға қашады. Онда Хэшке ұсталып, оның көлігінде отырған жерінен талдырады. Оянса көлігінің ішінде, бірақ көлігі контейнердің, ал контейнер болса алып кеменің үстінде екен. Дүние алма кезек деген осы болар бәлкім. Ал олай болса видеомыз аяқталды, амандықта жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар.